Сәлем достар, бүгін сіздермен біз бір жас бір айлық баланың дамуы туралы айтатын боламыз. Бір жас бір айлық баланың физикалық дамуы қандай болады, эмоциялары қандай болады, және нені білуі керек. Бір жас бір айлық бала жүреді, бірақ кейбір балалар жүрмеуі де мүмкін, әншейін тұруы мүмкін, немесе стол жағалап жүруі мүмкін, болмаса тұруға икемделуі мүмкін кейбір балалар тұруға икемделіп, тұруға әрекет жасауы мүмкін. Мұның бәрі қалыпты. Бала мынанша жаста жүру керек деген қағидат жоқ, бірақ 1,5 жасқа дейін жүріп кетсе болғаны. Одан кейін 1 жас 1 айлық балада үлкен қатты эмоциялар туындай бастайды. Қандай эмоциялар? Бала өзінің несін білдіреді. Сізбен келісетіндігін, келіспейтіндігін білдіріп бастайды. Өзіндік мінез-құлқын қалыптастыра бастайды. Былайша айтқанда, кейбір жерлерде истерика шығуы мүмкін, жерге жатып алып жылауы мүмкін, өзінің қалауын іске орындатқысы келуі мүмкін. Бұл кезде де бала анаға бағынышты байланған болады, бірақ сізбен келіспей қалған тұстарын, өзінің ренжіген тұстарын қатты жылап, жерге жатып алып жылап, аунап деген секілді осындай қылық шығаруы мүмкін. Мұған анасы дайын болуы керек. Себебі бала осылай өзінің психоэмоционалдық күйін осылай бала көрсетеді. Қатты шыңғырып, қатты айғайлап деген секілді осындай балада эмоциялары болады. Бұл баланың біртіндеп мінезінің қалыптасып келе жатқанының көрінісі. Бұл кезде бала өзінің қалауларын нақты айта алатындай болады. Нақты айта алғанда, әрине бұл кезде бала нақты сөйлей алмайды, бірақ ымдап көрсете алады. Мысалы, әткетшекке отырғысы келсе, бала әткетшекті ымдап көрсетіп, болмаса селкілдеп бір орында отыра алмай, басын сол жаққа бұрып деген секілді. Болмаса бала ойнағысы келсе, сізбен етегіңізді жұлқылап, сізді ойынға шақырып деген секілді осылай аяғыңызға байлануы мүмкін. Осы баланы қатты қарны ашып кетсе, уақытылы тамақ ішпесе, онда қатты жылап, сізге қайта-қайта ұмтыла беруі мүмкін. Тіпті су ішкісі келіп кетсе де өстеді. Болмаса сізбен ішіп-пісіп ойнағысы келсе де сөйтуі мүмкін. Осындай эмоцияларын бала көрсете біледі. Яғни бала бұрынғыдай үндемей жүре бермейді, өзінің осындай қалауларын ашық айтатын болады, ымдап көрсететін болады. Сонымен қатар бала еліктеуші сөздерді біледі. Бұл кезде, яғни еліктеуші сөздер дегеніміз қандай? Мысалы, та-та деп айтуы мүмкін. Бір буынды, екі буынды сөздерді айтады бала бұл кезде. Та-та деп айтады. Болмаса тыс деген дыбыстарды шығарады. Болмаса гав-гав деп айтуы мүмкін. Қи-қи деп айтуы мүмкін. Да-да деп айтуы мүмкін. Осылай бір буынды, екі буынды сөздерді бала айтады екен. Ня-ня деген сияқты, ням-ням деген сияқты осылай бір буынды, екі буынды сөзді бала айтады. Оның және нені білдіретінін бала біледі. Сонымен қатар сіздің қарапайым өтініштеріңізге бала жауап бере алады. Яғни, бер, әкел, сал, анда отыра тұр, ары тұр, бері тұр деген мысалы. Ары тұр, бері тұр деп айтамыз ғой. Ары тұр, бері тұр, ары кет, бері кел деп. Осындай өтініштеріңізге бала жауап қаталады. Яғни, сол сіздің өтініштеріңізді бер кел, ары кет деген секілді өтініштеріңізді бала орындай білуі керек. Сонымен қатар бұл кезде 1 жас 1 ай кезінен бастап, ұсаққайын баланың дамуымен айналыспасаңыз, осы кезде баланың ұсақ моторикасын дамытатын күшті кезең. Ұсақ моторикасы деген қолмен жұмыс істелінетін нәрселерді осы кезден бастап жасап үйретуіміз керек. Әрине, баланың аузына қатты салып қойып, жұтып қоймайтын нәрселерін істетуіміз керек. Себебі бала 1,5 жасқа дейін, 1 жас 6 айға дейін әртүрлі нәрселердің дәмін көру мақсатында, ұстап сезіну, ұғыну мақсатында ол
аузына сала береді, ол қалыпты. Бірақ 1,5 жастан кейін асқаннан кейін аузына сала берсе, ол қалыпты, норма емес. Сондықтан да бала қатты бір жұтып қоймайтын, бала бір тістегенде жеп қоймайтын заттарды беру арқылы баланың ұсақ моторикасын дамытуымыз керек. Ойыншық болса ойыншықпен, ойыншық болмаса үйдегі бар заттармен, қолдан тіпті ойыншық жасап берсеңіз болады. Себебі балаға қымбат ойыншық емес, балаңызға сіздің қымбат көңіліңіз қажет болады. Сонымен қатар бұл жастағы балалар кітап беттерін парақтаған жақсы көреді. Байқасаңыз өзіңіздің балаңыздың 1 жас 1 айға тола салысымен, яки осы уақытқа жақындай салысымен бала кітап беттерін парақтай бастайды. Қатты ұмтыла бастайды, кітапты ұстағысы келе бастайды. Кітапты беріп алып ешкімге бергісі келмей, сондай жайттар орын ала бастайды. Егер қағаз кітап беруге қорықсаңыз, онда фетрден жасалған кітаптар бар, я? Болмаса қатты кітап, картонды кітаптар бар. Қазір кітаптың неше түрлісі шығып кеткен. Пленка сияқты кітаптар бар. Суға салса батпайтын кітаптар бар. Міне, осындай кітаптар болса, сондай кітаптар берсеңіз, болмаса параға қалың кітап берсеңіз, осы кітап беттерін парақтау арқылы ол жаңа ұсақ моторикасын дамытады. Болмаса үйде керек емес кітаптар болады, я? Бір парақтар болады. Сол парақтарды мұжу арқылы, яки болмаса кітап беттері болса тіпті жақсы парақтағанға ыңғайлы. Кітап беттері парақтау арқылы, яки бір суреті бар кітап берсеңіз тіпті жақсы. Себебі ол суретке ұзақ уақыт қарайды. Суретке қарау арқылы ол әлемді зерттей бастайды. Сондай бір суреттері толы, үлкен-үлкен суреттер бар кітап берсеңіз, парақтары қалың. Соны парақтау арқылы, соны көру арқылы, соны қолмен көрсетіп, соған қызығып, сізден бұл не деген сияқты қылып, көзмен таңдана қарап, сізден осылай сұрау арқылы әлемді тани бастайды. Сол себепті де балаға осы кезде әлемді танытуымыз керек. Яғни суреттерді көрсетіп, жан-жануарлардың атын айтуымыз керек, өсімдіктердің атын айтуымыз керек. Мынау мынандай, мынау мынандай, мынаның аты мынандай, мынаның аты мынандай деген секілді. Мынау мысалы бақа бақылдайды, я, сиыр мөңірейді деген секілді. Осылай еліктеуіш сөздер болса, қазір кезде кітаптарда көп қой, еліктеуіш сөздерге арналған мысалы. Қиқу-қиқу қиқулайды деп, му-му-му, мө-мө-мө мөңірейді деп, я, бә-бә-бә деп қойдың дыбысын салып жаңағы жазылған, әртүрлі жан-жануарлардың дыбысын салып жазылған кітаптар көп. Мүмкіндігіңіз жетсе, сондайды алып берсеңіз болады. Мүмкіндік болмаса, онда жай ғана балаға айту арқылы, баламен сөйлесу арқылы да баланы сіз дамыта аласыз. Мінекей, осылай балаға еліктеуіш сөздерді осылай үйретіп, баланың сөздік қорын көбейте алады екенбіз. Достар, сіздерге бар беретін ақпаратым осы. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер сұрақтарыңыз болса, бала дамуы туралы, міндетті түрде астына комментарийге жазыңыздар. Осы видеоға байланысты сұрақтарыңыз болса да, мен сіздерге жауап беремін. Лайк басып бөлісуді ұмытпаңыздар.